Assalamualaikum dostlar, bizde mini suhbat жалғасуда. Қазір біз Қарлығаштан кішігірім бір-екі сұрақ қойып, өзіміздің пікірімізді білеміз, ойымызды білеміз. Қарлығаш сіздің осы үлкен үйге сомдайтын мейіргүлмен, сіздің Қырпаштың оқиғасына сомдайтын каталогпен мейіргүлдің айырмашылығы өмірде бар ма? Образдары. Кинодағы образдар. Мысалға сіз сырт кейіпкеріңіз келеді да, орамал тағып жүреді, тура осындай да. Енді ішкі дүниелер ұқсастығы бар ма? ішкі дүниелер ұқсамайды. Мейіргүл бөлек, каталог бөлек. Каталог ол өзінің болмысы бөлек. Ал мейіргүл ол тіптен басқа адам. Ол кейбір шалдың қолында, атаның, әкесінің, қызым ондай болыңдар, балам ондай болыңдар, ала жіпті аттамаңдар деп имандылыққа. Енді бұл жерде каталогты тәрбиесіз деп айтуға болмайды. Олай емес. Жаңа сіз ұқсастығын айтып отыр, айырмашылығына келіп тоқталсақ, ол бөлек. Ал егер көрермен ұқсатып жатса, енді екеуінде ойнап отқан мен ғой, мүмкін ұқсастық жерлер пайда болуы мүмкін. Бірақ негізі екеуі екі адам. Үлкен үй жайында өзіңіздің ойыңыз? Үлкен үй жайында пікірім өте керемет, жақсы, өте ризамын. Көп адамдардың сүйіспеншілігіне өте сұранысқа жоғары деңгейге ие болып жатыр. Бірінші маусымнан бастап көрдім. Және осыған түсіреміз деп шақырып алып, ұсыныс жасаған кезде өте қатты қуандым. Өйткені алар тәрбие көп, бала-шағамен, үлкендермен әр сериядан бір түйінді түйіп, міне осындай екен ғой деген нүктемен бітіп отырады. Осыған үлесімді қосқаныма қуаныштымын өзім. Сіздерге де рахмет, сәттілік, шаршамаңыздар. Қарлығаш, яғни Шымкент жол театр Қарлығаш. Үлкен рахмет. Әрі болашақта біз осындай біздің барлық үлкен үйдің актерларынан кішігірім интервью алып отырсамыз, бізбен бірге болыңыздар. Үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Инстаграмға ше?